Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 2-сі. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезовтың музейі. Музей Мұхтар Әуезова. Диалог арқылы өткен сабақтарды қайталаймыз. Саған қандай музей ұнады? Тебе понравился какой музей? Маған орталық музей ұнады. Мне понравился центральный музей. Орталық музей қай көшеде орналасқан? Где расположен, по какой улице расположен центральный музей? Орталық музей Назарбаев көшесінде орналасқан. Центральный музей расположен по улице Назарбаева. Музей қашан ашылады? Когда откроется музей? Музей 8:30 ашылады. Музей откроется 8:30. Музей қашан жабылады? Когда закроется музей? Музей 19:00 жабылады. Музей закроется 19:00. Бүгінгі жаңа сабақ бойынша жаңа сөздер: жиһаз, мебель, жазушы, писатель, бөлме, комната, жақсы көрген, любил. Откройте 32-ю страницу. 32-ші бетте сөйлемдер бар. Мен жақсы көргенмін. Я любил или любила. Сен жақсы көргенсің. Ты любил или любила. Сіз жақсы көргенсіз. Вы любили. Ол жақсы көрген. Он или она любила. 32-ші бетте оқы, қайтала. Прочитай, повтори. Бұл Мұхтар Әуезовтың музейі. Музей үйі. Бұл Мұхтар Әуезовтың музей үйі. Это дом-музей Мұхтара Әуезова. Мұхтар Әуезов, ол жазушы, он писатель. Оқылым 33-ші бет, 2-ші тапсырма.